Сәлеметсіздер ме қыз-келіншектер, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен өзім үнемі тапсырысқа жасайтын капкейкелер рецептімен бөлісетін боламын. Сіздер де осы рецептпен жасап қараңыздар. Рецепт ұнаса, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар, және де арнама тіркеліп кетіңіздер. Алдымен ыдысымызға өлшеніп алған ұнымызды саламыз. Үстінен жүгері крахмалы және де разрыхлитель немесе ас содасын салып, араластырып алып қоятын боламыз. Басқа бір ыдысымыздың үстіне маргарин немесе жұмсақ сары майды салып, үстінен қантымызды салып, ағарғанша жақсылап араластырып аламыз. Міндетті түрде миксердің көмегімен араластырамыз. Осылай біркелкі массаға келтіріп алғаннан кейін үстіне 3 жұмыртқамызды біртіндеп салып миксерлейтін боламыз. Мінекей осылай барлығын кетпе-кет салып миксерлеп алғанымыздан кейін үстіне өлшеніп алған сүтімізді құямыз. Бір араластырып алып, ұнды массамызды екіге бөліп араластырып шығатын боламыз. Мінекей осылай араластырып біркелкі массаға келтіріп аламыз. Және де кондитерский мешогымызға ыңғайлы болу үшін құйып алып, ұшын кесіп алатын боламыз. Ендігі кезек листімізді дайындаймыз. Листіміздің үстіне капкейкке құятын қағаздарымызды салып, массамызды құйып шығамыз. Жартысына дейін құйып алыңыздар. Толтырып жіберсеңіздер, капкейкелер өзінің мөлшерінен шығып кетуі мүмкін. Сондықтан жарты қылып құйып аламыз, барлығын біркелкі етіп. Осылай тегістеп аламыз, және де 180-160 градустарда пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, біздің капкейкелер дайын. Үстін өздеріңіздің қалауларыңызға қарай әрлей бересіздер. Творожный крем немесе осылай сливочный немесе беларек кремдерді пайдалансаңыздар болады.